Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін біздің каналымызда 10 минутта 10 есеп айдары басталғалы жатыр. Бұл айдардың ерекшелігі. ОТда келетін көп жауапты сұрақтардың, яғни 10 сұрақтың біз шешімін 10 минутта көрсетуге тырысамыз. Ал бісміллә деп талдауымызды бастайық. Бірінші, бізде электронды ионды баланс әдісімен тотығу-тотықсану процестерінің жартылай реакцияларын жазу қажет. Міндетті түрде ең бірінші ерітіндінің ортасын анықтаймыз. Әрине бұл жақта қышқылдық орта болады демек. Сәйкесінше бізде сутек катионы немесе су молекулалары болады деген сөз. Енді біз сәйкесінше тотығу дәрежесі өзгерген иондарды жазамыз. Ол бізде нитрит ионы және нитрат ионына дейін ауысты. Яғни NO2-міз NO3-ке дейін өзгерді. Міндетті түрде жазамыз, кеттік. Нитрит өзгерді бізде нитратқа дейін. Енді біз жаңа айтып өттік. Бізде сутек катионы бар және су молекуласы бар. Яғни біз екеуін орналастыруымыз қажет. Сол жағына нені қоямыз? Сутекті немесе суды. Әрине, біз бұл жағдайда оттегінің санына қараймыз. Сол жағымызда оттек аз. Сондықтан біз бұл жаққа су молекуласын қосамыз деген сөз. Сәйкесінше оң жағына бізде сутегі катион кетеді. Міндетті түрде, құрметті оқушылар, реакцияны теңестіруді ұмытпаңыздар. Яғни сутектің алдына біз 2 деген коэффициентті қоямыз. Енді ары қарай біз зарядтарын санауымыз керек. Оң жақтан бастаңыздар. Бұнда -1 заряд және +2 заряд бар. Яғни -1 +2 заряд. Сәйкесінше жалпы +1 заряд бар деген сөз. Оң жағымызда. Осы +1 зарядты біз сол жағына жіберген кезде ол -1 зарядқа айналады. Ал енді -1-ден -1-ді азайтатын болсақ, бізде жалпы -2 электрон пайда болады екен. Енді тура осы теңдеуге сәйкес бізде Е нұсқасы тұр. Осы Е жауабын белгілейміз. Енді келесі ионды анықтаймыз. Келесі ион ол бізде әрине дихромат дейтін ион. Дихромат ионы бізде хромның 3 валентті катионына дейін өзгерді. Оны да жазып шығамыз. Хром 2 O7 заряды 2- өзгерді бізде хром 3+ дейін. Бұл жақта қайтадан айтам, элементтерді теңестіру керек. Сол жағымызда 2 хром болып тұр, демек оң жаққа да біз 2 деген коэффициентті қоямыз. Тура жаңағыдай, бізге мынау ерітіндінің ортасындағы, яғни сутек пен суды 2 жаққа да үлестіру керек. Қай жағында оттегі жеткіліксіз? Әрине, оң жағында оттегі жоқ, сол жағында жетеу бар, ал оң жағында мүлдем жоқ. Сондықтан біз бұл жаққа су молекуласын қоямыз. Ал сол жағымызға сутек катионын қояды екенбіз. Енді міндетті түрде теңестіреміз. Оттегіміз бізде сол жақта жетеу, демек судың алдына да біз 7-ні қоямыз деген сөз. Сәйкесінше сутегіміз бізде 14 болып кетеді, онда мына жақтағы сутек катион алдына 14-ті қоямыз. Жаңағыдай зарядтарды санаймыз. Оң жағымызда бізде 2-ні 3-ке көбейтеміз, яғни 3 +6 болады жалпы. Оны сол жағымызға жіберсек, бізде -6 деген заряд шығады екен. Енді есептейік. Хром 2 O7-нің заряды бізде -2 +14 заряд, ол 14 сутектіктің заряды, және -6. Сәйкесінше бізде 14-тен 8 азайтамыз, бізде 6, яғни +6 электрон деген санды мына жаққа жазады екенбіз. Онда ол бізде А нұсқасы. Келесі. Реакция нәтижесінде түзілетін өнімдер. Жеткілікті деген бұл бізде артық жағдай деген сөз. Яғни реакция бізде толығымен жүреді. Толығымен жүретін болса бізде калийдің хлориді түзіледі, алюминийдің хлориді түзіледі және су молекуласы. Бұл толығымен жүретін кезде, яғни жеткілікті немесе артық жағдайда. Құрметті оқушылар, сіздер жазып қойыңыздар комментарийге. Аз болған кезде не түзіледі? Реакциямыз теңестірейік, 3 және суымыздың алдына 6 деген коэффициент қойылады. Онда жауаптарымыз калий хлориді, алюминий хлориді және су. Келесі үшінші сұрағымыз бізде изобаралар дейді. Енді мен изобараны өз басым былай жазам. Изобар деймін. AR дегеніміз бізде атомдық масса. Демек, атомдық массалары бірдей элементтерді белгілейміз. Яғни ол бізде калий 40, кальций 40 және аргон 40. Калий хлориді ерітіндісінің толық электролиз кезінде катодта 2800 мл газ түзілді. Осы газды калиймен әрекеттескенде түзілген заттың массасы және электролиздің басқа өнімдері дейді. Кез келген есеп бізде мольден басталады. Демек, мына газдың біз зат мөлшерін анықтайық. Ол үшін әрине көлемді малярлық көлемге бөлеміз. Міндетті түрде литрге айналдырамыз. 2,8 литр бөлеміз 22,4 литр бөлінген мольға. Сәйкесінше біздің зат мөлшеріміз 0,125 моль шығады. Реакция теңдеуін жазамыз. Калий хлориді. Ерітінді деген соң міндетті түрде суды қосамыз және электролиз.
Катодымызда бізде әрине сутегі бөлінеді. Анодымызда хлор газы және қосымша өнім бізде калий гидроксиді. Міндетті түрде реакцияны теңестіреміз. Жаңағы берілген зат мөлшері ол 0,125 моль. Катодта деген. Көрдіңіздер ғой, катодта. Катодта бізде сутегі газы орналасқан, демек оның зат мөлшері 0,125 моль деп қояды екенбіз. Демек біз осы сутегін аламыз да калиймен әрекеттестіреміз. Түзіледі бізде калийдің гидриді. Реакцияны теңестіруді ұмытпаңыздар. Сәйкесінше сутектің зат мөлшері 0,125, онда калий гидридінікі 0,125, яғни 2 есе көп болмақ. Осы жақтан біз калий гидридінің массасын анықтаймыз. Ол үшін 0,125-ті көбейтеміз малярлық масса, яғни 40-қа. Сонда бізде 10 грамм шығады екен. Яғни біздің жауабымыз ол 10 грамм болады, және қосымша өнімдер, басқа өнімдер. Ол хлор болады, және калийдің гидроксиді. Негізгі күйде валенттілік электрондардың екеуі жұптаспаған элементтер дейді. Енді бұл жақта негізі қараңыздар. Бастапқыда бізде S электрондар толады. Дұрыс қой? Яғни S2 болады. Одан кейін P деңгейшесі, онда бізде 3 орбиталь орналасқан. Біз білесіздер, бастапқыда бір-бірімен орналастырамыз. Яғни P сәйкесінше тура солай екеу деген сөз. Енді жалпы қосатын болсақ, бізде 4 электрон болу қажет. Демек, бұл бізде 4-ші атомының элементтері деген сөз. Көрдіңіздер ме? Себебі бізде мына жақта 2 электрон жұптаспаған болады сол кезде. Сәйкесінше біз кремний, көміртек және германий деген жауапты да белгілейміз. Енді құрметті оқушылар, сіздерге сұрақ. Бұл жақта тағы қандай топта жұптаспаған жаңағы электрондар екеу болуы мүмкін? 4-ші топтан басқа. Комментарийға жазып жіберіңіздер. Келесі 6-шы есеп. Массасы 8 грамм темір шегені 10%-тік 800 грамм мыс сульфат ерітіндісіне батырған. Біраз уақыттан кейін шегенің массасы 9 грамм болды. Ерітіндіге өткен темір және шегеге қонған мыстың массасы мен темір эквивалент сульфатының массалық үлесін есептейді. Енді құрметті оқушылар, бұл бізде пластинка есебі. Яғни бізде мына жақта пластинка салған темір шеге дейді. Мынау жалпы темір деп қосып қойық. Оны бізде мыс сульфаты ерітіндісіне батырды. Реакция жүрді біраздан кейін. Әрине біздің металымыз уже жартылай темір және жартылай купрумнан түзілгенін білуге болады. Енді маңызды нәрсе мына жақты қараңыздар. Бастапқыда пластинка 8 грамм болған. Бірақ реакциядан кейін ол 9 граммға өзгерген. Солай ғой? Сәйкесінше бұл бізде 1 граммды өзіне қосып алды. Енді екінші мәселе ол ерітінді. Жалпы масса ерітіндінікі, нарыққа жазып қояйық, ол 800 грамм болған. Бірақ 1 грамм, көрдіңіздер ма, мына плюс 1 грамм, ол пластинкаға кетті. Демек 800 граммнан біз керісінше 1 граммды азайтамыз. Сәйкесінше бізде ерітіндіміздің массасы 799 грамм болып қалады екен. Енді келесі мәселе, біз реакция теңдеуін жазайық. Яғни бізге темірді мыс сульфат ерітіндісіне батырдық. Сәйкесінше бізде темірдің сульфаты мен мыс түзіледі екен. Енді реакцияға түсетін темірдің біз зат мөлшерін білмейміз. Яғни 8 граммның барлығы реакцияға түсіп кетті деу өте қате болады. Сондықтан темірдің зат мөлшерін біз X деп аламыз. Яғни қараңыздар, бізде темір пластинканың кетеді, оның орнына бізде купрум келеді. Міне көрдіңіздер ғой, реакциядан кейін оның орнына купрум келеді. Сондықтан купрумның зат мөлшерін біз тура солай X деп аламыз. Қатынас бойынша да бұлар X-тің X-ке қатынасы, яғни 1-дің 1-ге қатынасы болып тұр. Енді мен былай жазамын. Пластинкадан бізде темір кетеді. Яғни 56X масса темір кетеді. Ал оның орнына 64X масса, яғни ол мыстың массасы бізге келеді. Сол кезде пластинканың массасы неше граммға артқан? Әрине 1 грамм. Мұна 1 граммға артқан. Онда тең 1-ге дейміз. Сонда 8X тең 1-ге, онда X тең болады бізде 0,125 моль деген сөз. Осы зат мөлшері арқылы біз темірдің массасын таба аламыз. Яғни 0,125-ті біз көбейтеміз 56-ға. Шығады бізде 7 грамм. Яғни 7 грамм темір, қараңыздар, ерітіндіге өткен деген сөз. А вариантын белгілейміз. Келесі, мыс. Оның да зат мөлшері X-қа тең, яғни 12-де 0,125. Оны енді 64-ке өтеміз. Сәйкесінше бізде 8 грамм түсіледі. Шегеге қонған мыстың массасы, сонда бізде құрметті оқушылар 8 грамм. Көрдіңіздер ме? Онда D вариантын белгілейміз. Келесі және соңғы, енді темір сульфатының массалық үлесін есепте дейді. Темір сульфаты енді байқасаңыздар ол міне тұр. Оның да зат мөлшері мұна X-қа тең. Себебі коэффициенттері 1-дей. Онда анықтаймыз. Омега темір сульфаты тең болады.
0,125-ті көбейтеміз 152-ге, яғни малярлық массасына көбейтеміз, және бөлеміз жалпы массаға. Жалпы масса, құрметті оқушылар, бұл жерде ол 799 грамм. Осы 799-ға бөлеміз де 100-ге көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 2,38% шығады екен. Немесе ол 2,14%. Демек, АДФ варианттары дұрыс деген сөз. Келесі бізде органикалық тізбек берілген X, Y және Z заттары дейді. Енді мына жақта бізде 3 зат белгісіз, сондықтан негізі мына Z затынан бастайық. Әрине бұл жақта ол тотығу реакциясы. Яғни біз оттегін қосады екенбіз. Демек, біздің Z-імізде бір оттегіге аз деген сөз. Сәйкесінше жалпы формуласы CH3COH Z затынікі. Немесе ықшамдасақ C2H4O. Демек, ол С вариант. Енді бұл бізде альдегид. Әрине альдегидті біз спирттерді тотықтыру арқылы аламыз. Бұның құрамындағы көміртектің санына қараймыз. Көміртек екеу. Демек, сәйкесінше реакцияға түсетін спиртімізді оның құрамында 2 көміртегі болу керек. Оған сәйкес келетін бізде F варианты келіп тұр. Міне, құрамында 2 көміртек. Бұл бізде этанол дейтін зат. Және соңғы мына жақта X заты берілген. Этанолды әрине неден аламыз? Әрине хлор этаннан. Себебі бізде қайтадан көміртектің саны 2 құрметті оқушылар. Болды, осылай CDF варианттарын белгілейміз. Массалық үлесі 93%, көлемі 170 мл, тығыздығы берілген. Этил спиртінің ерітіндісінен А заты түзілген дейді, шығыммен бірге. А затынан алынған 204,7 грамм Б затының шығымы деген есеп келген екен. Енді бірінші реакция теңдеулерін жазайық. Жалпы біздің мына жақтағы этанолымыз 150 градустан жоғары жағдай, яғни температурамыз 425 градус. Сәйкесінше бізде бутадиен дейтін зат түзіледі. 34H6 ол бізде бутадиен деп қояйық. Және ол бізде су және сутегі газын бөле жүре ыдырайды екен. Алдына 2-ні қойып міндетті түрде теңестіреміз. Яғни бутадиенге бізде бром сутегін апарып қосқан екен. Сәйкесінше бізде С4H7 бром дейтін дүние түзіледі. Енді ары қарай біз бастапқыда берілген этил спиртінің, яғни CH5OH-тың зат мөлшерін есептейік. Ол үшін мына жақтағы барлық мәліметтерді көбейтеміз бір-біріне. 170 мл, 1,14 тығыздығы және 93%-ды 0,93 деп аламыз. Бөлеміз малярлық массасы 46-ға. Сәйкесінше бізде 3,92 моль дейтін зат түзіледі екен. Енді этанолымыз 3,92 болса, бутадиен одан 2 есе аз екенін ұмытпаңыздар. Яғни бұл бізде 1,96 болады. Және бұл жақта шығым 86% деген. Яғни шыққан санда біз тағы да 0,86-ға көбейтуіміз керек. Сол кезде бізде шығады 1,6856. Міне, демек біз осы мольді қолданамыз деген сөз. Қараңыздар. Бутадиен бізде 1,6856. Онда мына жақтағы Б затымызда 1,6856 болу керек теориялық тұрғыда. Енді келесі кезекте шығымды анықтау үшін біз әрине практиканы бөлеміз теорияға. Практикамыз бізде 204,7 есептеу өзі берілген. Теориямыз бізде міне мына зат мөлшері арқылы есептеледі. Яғни 1,6856-ны көбейтеміз малярлық массасына, яғни 135-ге. Және көбейту жүрсіз. Сол кезде бізде 90% деген жауап шығады екен. Яғни С вариантын белгілейміз. Келесі 9-шы сұрағымыз. Йодтың ерітіндісін көк түске боятын органикалық А затын гидролиздегенде Б заты түзіледі дейді. Ал Б затын ферменттер арқылы ашытқанда өзіне тән иісі бар сұйық С заты түзіледі дейді. А, Б және С заттары. Енді әрине йодтың ерітіндісін көк түске бояйтын А заты ол бізде крахмал, құрметті оқушылар. Яғни бұл бізде крахмал. Жалпы формуласы С6H10O5. Міне бұл біздің крахмалымыз. Оны гидролиздеген дейді, яғни су қосқан. Су қосқан кезде білесіздер, бұл жақта бізде глюкоза пайда болады, яғни С6H12O6. Бұл бізде Б заты глюкоза деген сөз. Ал енді осы глюкозаны ферменттер арқылы ашытқанда дейді, өзіне тән иісі бар сұйық зат. Яғни ол әрине бізде этанол. А жауабын белгілейміз, крахмал және глюкоза. Калий хлоратының ыдырау және аммиактың жану реакцияларында қолданылатын катализаторлар. Калий хлоратын ыдыраған кезде жалпы екі жағдайы бар, бірақ катализатормен десе міндетті түрде ол марганецтің 4 валентті оксиді қолданылады. Сәйкесінше калий хлориді мен оттегі газы бөлінеді. Екінші жағдай ол бізде аммиактың жануы дейді.
Аммиактың жануы да негізі катализаторсыз болады, бірақ катализатормен жандырған кезде азот газының орнына бізде NO дейтін газ пайда болады. Теңестіріп жіберейік. 4, мына жаққа 5, 4 және судың алдына бізде 6 деген коэффициент қойылады. Болды. Катализаторларымыз сонда марганецтің 4 валентті оксиді және аммиактың жануында ол бізде платина.